رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان Allahu Subhanahu Teala'ga şeksiz hamdü senalar olsun. Elimizge tinçlik, beybiçilik berip, öşkenimiz canı bölgenimiz tirilgendey, ata dinimiz, sal dasturimiz kayta oralıp, ülkeyen osunda baxtqa kavuşup atırmız. Aldımızda kele жатқан қасиет пен берекетке толған Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Ниеттерimiz қабыл болып, тұтқан оразаларымызды Алла қабыл еткен болсын. Құрметті мұсылман бауырлар, Аллаху Субхана Тағала не нәрсені бәндесіне бұйырған болса, адамзаттың амандығы мен бақыты үшін екен. Соның ішіндегі бұл ұлы ибадат Рамазан, ұлы ибадат Рамазанда адамға келтірер шексіз пайдасы бар екен. Біріншіден, Рамазан туралы, ораза туралы келген аяттың соңында «Ләалләхум таттақун» әрине тақуалық қыларсыздар дейді. Ораза тұтқан адамда бірінші тақуалық қасиет оянады. Екіншіден, ораза тұтқан адам денсаулығын түзе болады. Жыл бойы ішімізде жиналған шылақтар мен түрлі нәрселердің бойымыздан шығып кетіп, организміміздің бір дем алып, тыныс алып, жеңілдеп қалуына да себепші болады екен. Үшіншіден, ораза тұтумен біз нәпсімізді тәрбиелейміз. Біздің нәпсіміз тек өз қалауын орындағанды талап ететін нәрсе. Сондықтан да нәпсінің құлдығынан шығып, Алланың құлдығына өтетін бір ұлы ибадат бұл Рамазандағы ораза. Және оразаның пайдаларынан бірі адамның жан дүниесі тазарады екен. Организм тазарады, және жан дүниесі тазарады екен. Өйткені Рамазан бұл ораза ұстау сондай бір сыр ибадат. Қарны тоқ, жамау шалбар кимеген, өмірінде бір тарығып көрмеген адамдар ертең ел басқарып жатса, аш пен кедейдің мұқтаждығын, оның қала ахуалын түсіне алмайды екен. Ерікті түрде ораза тұтып, ашығып көрген адам, ерікті түрде су ішпей, тамақ жемей тарығып көрген адам, ертең кедейлер менен аштардың жағдайын жақсы түсінетін болады. Сондықтан да бұл ораза адамның жүрегіндегі мейірім шафағаттарын оятады. Жүрегіңіз таза болады, жан дүниеңіз таза болады. Және оразаның бір пайдасы адам періштелік сипатқа өтеді дейді. Бізді шариғатымызда періште нұрдан жаралған, біздің өмірімізді күзетіп тұратын, Алланың бұйрықтарын орындап, біздердің жақсылық жамандығымызды жазып тұратын періштелер ішпейді, жемейді. Періштелердің ер әйел дегенге болмайды. Сондықтан да мінекей ораза тұтқан адам да тамақ ішпейді, жемейді, күндізгі уақытта өз жұпыменен шариғатқа келмейді. Сондықтан да адамда тура бір періштелік сипатқа өтеді екен. Және оразаның пайдаларынан бірі адамда сондай бір Құдайға деген сенім артады екен. Кез келген адам үйінде жалғыз қалуы мүмкін. Оны ешкім көріп тұрған жоқ, ешкім оны аңдып тұрған жоқ. Оның тоңазытқышында тола тағамдар мен сусындар. Бірақ ол адам мені Алла көріп тұр деп, өзін қанша қарын ашса да, шөлдесе де не қылады? Сол тағам сусыннан өзін тияды. Адамның жүрегінде мінекей мені Алла көріп тұр деген ұлы сенімнің артуына, оның жақсаруына да көп әсері бар екен. Енді хадисі құдсида келеді, Алла Субхана Тағала бәндаларымның барша құлшылықтары өз үшін дейді. Ораза мен үшін дейді. Енді бұны қалай түсінсек болады, жақсылар? Өйткені біз басқа бір қандай құлшылық жасасақ, намаз оқысақ, дәрет аламыз, азан айтамыз, жайнама төсеп, жатып тұрып құлшылығымызды қыламыз, ел жұрт көреді. Қажылыққа барсақ та елдің бәрі шығарып сап, бүкіл халық күтіп алады.
Закат берсек, закат алып жатқан адам біледі. Ал енді Рамазан сондай бір сыр ибадат екен. Таң қараңғысында адамдар сахарлаған сәресін ішіп, жұмысқа шығып кетеді. Күндіз ол көшеде жүргенде өзі айтпаса, оның ораза екенін ешкім білмейді. Кешке жақында күн батқаннан кейін үйіне кіріп, ол ифтарлық қылып өзінің аузын ашады. Сондықтан да бұл сондай бір сыр ибадат болғандықтан да Алла Субхана Тағала не дейді? Бұл оразаның мүкафатын, оның сыйын мен өзім берем дейді. Мұның ораза тұтудың және бір пайдасы адам күнәдан тазарады екен. Анадан туғандай Рамазан айында күнәдан тазарасыз. Қай бір адамның күнәдан арылу мақсаты болатын болса, әрине ораза тұтсын. Және ораза тұтумен адамдарда сабырлылық, шыдамдылық пайда болады екен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Инналлоха мa'ас-сабирин». Әрине Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге дейді. Сабырлық сипат деген өте бір жақсы сипат. Сондықтан да мінекей бала-шағамызды да ораза тұтуға бұйырсақ, ертең басына бір қиыншылық түсіп қалса, олар бұл нәрседен тез қиналып қалуы, әбіржіп қалуы мүмкін. Ал ораза тұтып шыныққан адам аштыққа да, басқа ауыртпашылыққа да сабырлы болар екен. Сондықтан да ораза тұтушы адамның қол жеткізетін және бір пайдасы сабырлы болу екен. Және бойында рахым шапағаты көбейеді, күнәларынан арылады. Оразаның бұл дүниеге бір пайдалары. Ал енді келетін болсақ, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінің 183-184 аяттарында айтады: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумуссияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллахум таттақун». Ей иман келтіргендер дейді. Алла Тағала бір сондай маңызды, сондай бір машақатты істі тапсырарда, бізді дүниедегі ең көркеметпен шақырып тұр. Ей иман келтіргендер деп бізге жігер беріп, Аллаға, ақыреттің күніне, жәннат тозаққа иман келтіргендер деп Алла Тағала бізді сондай бір шақырумен шақырып, не дейді? Сендерден бұрынғыларға фарыз болғандай, сендерге де ораза ұстау фарыз болды дейді. Мінекей, бұл біріншіден ораза тұту Алланың бұйрығы екен, жақсылар. Енді ораза тұту арқылы біздер, жаңда айттық, күнәдан арылып, мол сауапқа ие болып, Алланың ризашылығын табар екенбіз. Және де Рамазан айында біздерге осы ораза тұту фарыз болып, Рамазан айының қадір қасиеті артты. Енді Алла Тағала бұл айдың және де қадір қасиетін арттыруды қалады да, не қылды? Осы айда Құранды нәзіл қылды. Құран Рамазан айында түскен. Мұның Құранның түсуіменен нұр үстіне нұр дегендей, Рамазан айында ораза тұту фарыз болса, және Құран түсуіменен бұл айдың қасиеті одан да артты. Сондықтан да жақсылар, бұл бір атауы Құран айы дейді, Рамазан айында. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Рамазан ай сондай бір ай, ол айда адам баласына тура жол, және ақ пен қараны, сауап пен күнәні, жақсы мен жаманды ажырату үшін дәлел түрінде Құран түсірілді. Сендерден кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын деген, яғни аят бар. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, осы қасиетті айды ғанимет біліп, қолдан шығарып алмастан, осы айда ораза тұту Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Енді бұл айда жәннат есіктері ашылып, бұл айда дозақ есіктері жабылып, бұл айда өз басымшылық қылатын шайтандардың кісенделетін сондай бір қасиетті айды екен. Осы айдың қасиетінен айырылып қалмастан, құрметті мұсылман бауырлар, ораза ұстауды Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Алла Субхана Тағала хадис-ул құдсиде айтады: адам баласының барша амалының сауабы көбейтіліп беріледі дейді. Бір жақсылыққа 10 барабар, 700 барабарында дейді. Алла Тағала тек қана ораза мен үшін оның сауабын мен өзім беремін дейді.
Адам баласы шахватын және тағамын мен үшін тәрк қылады дейді. Ол құрметті жақсылар, Алла тағала бұл жердегі бүкіл құлшылық өзі үшін деп тұрғаны, басқа ибадаттардың бәрінде біз де қожа көрсін бар. Ел көреді, біледі, бірақ Рамазан айындағы ораза бұл сыр ибадат екен. Таң қараңғысында тамағын ішіп, аузын бекітеді, күн батқаннан кейін кеш қараңғысында аузын ашады. Ол күндіз жұмысында жүрген уақытында оның ораза екенін өзі айтпаса ешкім білмейді. Бұның сондай бір сыр ибадаттығы бар. Екіншіден, үйде жаңа оңаша қалған адам тамағын ішіп алып, мен оразамын деп жүре берсе, ел жұрт сенеді. Сондықтан да қандай қарны ашқанда да, қандай шөлдегенде де, үйінде қанша тағам мен сусын тұрса да, мені Құдай көріп тұр, мені Алла көріп тұр деген ұлы сезімменен не қылады, бұл өзіне ұстайды. Ан Әби Хурайрата разияллаху анху, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Ман сома Рамазана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин занбих." Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім Рамазан оразасын сондай иманмен, сауап үмітінде ұстаса, оның өткен күнәларын Алла тағала кешіреді дейді. Сондықтан да күнәм кешірілсін, сауапқа ие болайын, ақыретте Алланың құзырына барғанда жәннаты болайын деген бір үмітпенен ораза ұстауды Алла баршамызға нәсіп етсін. Мінекей сағына күткен Рамазан келіп қалды. Ұлы ибадатты біргелікті ынтымақпен атқарып, сауапқа ие болуды Алла баршамызға нәсіп еткен болсын.